Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Ауа райы болжамын алғашқылар қатарында жеткізетұғын арнадасыз. Видео төмендегі бір ғана лайк ішінде подписаться түймелерін басып, еңбегімізді бағалай кетіңіз. Ал онда біз бастадық. Алматыда найзағай ойнап, қар жаулады. Алматы ТДМ қала тұрғындары кене қонақтардың маңызды ескерту жасады деп хабарлайды Tengrinews.kz порталы. 10 сәуірде Алматыда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Іле-Алатау таулы аумақтарындағы Бостандық және Медеу аудандарындағы күндіз жаңбыр жауып, күндіз күркірейді, ал түнде қатты жауын-шашын болып, соңы қарға ұласады деп болжанған. Тұрғындар мен туристер тауға шықпай, қауіпсіздік шараларын сақтау және қызметкерлердің ресми ескертулерді қадағалай отыруын ұсынылады. Алматыдағы ауа райының болжамы. Бұған дейін Қазгидромет синоптиктер Астанада Алматыда ауа райы қандай болатынын айтқан еді. 10 сәуір күн құбылмалы, түнде жауын-шашын жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан жеткен жел екпіні 3-8 метр секундқа дейін. Түнде ауа температурасы +6 +10, күндіз +18 20 градус тебеді. 11 сәуірде күн құбылмалы, түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан шыққан жел екпіні 3-8 метр секундтан 15 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +5 +7, күндіз болса +20-22 градус болады. 12 сәуір құбылмалы ауа райы болады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 3-8 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +6 +8 градус, күндіз болса +22-24 градус болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.